Қарапайым тілмен түсіндіру. Балаға былай деуге болады. Рамазан бұл Алланы жақсы көретін ай. Бұл айда біз тамақ ішпей, сабыр сақтап, жақсы адам болуға тырысамыз. Ұзақ уағыздың қажеті жоқ. Қысқа, жылы сөз жеткілікті. Оразаны аш жүру деп емес, тәрбие мектебі деп түсіндіру. Балаларға былай айту. Бұл сабыр үйренетін ай. Бұл мейірімді болу айы. Бұл өтірік айтпау айы. Бұл ренжітпеу айы. Деп түсіндірсеңіз, олар жақсы қабылдайды. Сыйлық арқылы мотивация. Кішкентай балалар толық ораза ұстай алмаса да, жарты күн ұстау, бір күн тырысып көру, намазға қатысу, аузашарға көмектесу. Осылардың бәрін кішкентай жетістік ретінде бағалап, мақтап отыру керек. Қуаныш атмосферасын жасау. Рамазан келгенде үйді әдемі безендіру. Аймен жұлдыз ілу. Арнайы дастархан жаю. Бірге дұға жасау. Бала Рамазанды мереке ретінде сезіну керек. Құран туралы айту. Құран осы айда түскенін айтып, бұл Алланың бізге жазған хаты деп түсіндірсеңіз, бала жүрегімен қабылдайды. Қорқытпау керек. Ұстамасаң күнә, жаман боласың деп емес, Алла жақсы көретін ай деп үйрету керек. Баланың санасында Рамазан махаббат айы болып қалуы тиіс. Өзіміз үлгі болу. Балалар сөзден гөрі әрекетке қарайды. Егер ата-ана сабырлы болса, жақсы сөйлесе, көп дұға жасаса, бала соны қайталайды. Қысқа мысал балаға айтуға. Рамазан бұл жүректі тазалайтын ай. Біз аш болу арқылы кедей адамдарды түсінеміз. Біз жаман сөз айтпай, жақсы адам болуға тырысамыз. Алла бізді жақсы көретін ай осы.